Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын шоколадты печеньенің рецептісін ұсынатын боламын. Дәмі де өте ерекше әрі песочный. Видеоның соңына дейін толық көру үшін менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен ұнымызға, електен өткізілген ұнымызға қант ұнтағын саламыз. Үстіне какаоны саламыз. Қопсытқышты саламыз. Жақсылап біріктіріп, құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді бір жұмыртқа, ерітілген сары майды құямыз. Қолымызбен жақсылап қамыр дайындаймыз. Барлық қажетті ингредиенттерді өлшемдерімен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Мінекей біздің қамырларымыз осындай болып шықты. Мінекей, яғни бөлініп тұрады. Қолымызбен шетінен ала отырып, осылай домалақтап, домалақ пішінге келтіреміз. Көлемін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Яғни бұл орташа көлемде. Барлығын осылай пергамент қағазына, формамызға пергамент қағазын төсеп, барлығын осылай жайғастырып шығамыз. Барлық печеньеларымызды жайғастырып алдық. Енді мен ақ шоколад қолданамын. Егер молочный шоколад болса, сіздер молочный шоколад қолданыңыздар. Шоколадымызды ертіп аламыз да, печеньеларымыздың, күлшелеріміздің үстіне осылай құйып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан 150-180 градустың арасында пісіреміз. Яғни қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеларымыз дайын болды. Пісіп шыққаннан кейін бетіне сахарный пудраны, яғни қант ұнтағын сеуіп, ұсына берсеңіздер болады. Өте жылдам әрі тез әрі дәмді болып шығатын шоколадты печеньеларымыз дайын. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.